болсын. Баршаңызға үлкен жетістікке жетейін, әсіресе есімім Сайран. Новый партнермін. Қандай мастерсіз деймін? Звездный мастер. В общем, бүгін презентация бағанағы 90 күндік тазалану жүйесі деп қазақшалап айтайын иә? Негізі адам организм қалай жұмыс жасайды, сол жөнінде сіздерге бір өзімнің құттай біліммен бөлісіп кетейін. 2013-тен бастап шынтағыма псиарез деген жара шыққан, содан 10 жыл бойы күшейіп 2019-да житай постельныйге жатты, сондай дәрежеге жеттім енді. Өзім кесірім ғой бәрі, дұрыс тамақтамаудан, қасиеттілік сот ішкеннен, соның бәрінен сондай дәрежеге жетіп қалдым да. Постельныйге жатып қалдым, житай полностью. Бастан бәшпейға дейін псиарез қаптап кетті. Содан кейін енді адам баласы өзінің ауруын іздейді ғой, интернетте іздейді, ана іздейді, мына іздейді, сөздің ішіне керек, балдыр оқытуға қалдық қой енді. Қалай орган, қалай жұмыс жасайды дегендей, қай жерде асқазан, қай жерде бауыр, өтіміз қай жерде тұр, бәрін зерттеп кеттім сөздің ішіне келгенде, енді анамға врачпен жатып әңгімелесу болады деген. Сонымен енді сөйтіп келе енді қалай менің бағанағы ішімдікті, темекіні бір уақытта тастап кеттім. Соның әсері бағанағы көп 3 жылдай бойы сол бағанағы қалпына келгенше сол 3 жылдай бойы бағанағыдай былай айтсам болады ауырдым. Толық шығып кеттім, қарным шығып кетті. Соның себебі неге деп соны іздендім ғой. Неге соның себебі неге іздегенде оны біздер дұрыс тамақтанбаудың әсерінен келген. Енді асқазан өзі, мына енді мен неден әшірем айтып білем деген ойым ғой, оны болмай қалды, өзімнің немен көрсетей берейін. Енді бәріңіз білесіздер, асқазан сол жағымызда тұрады, асқазан сол жағымызда, оң жағымызда бауыр тұрады, бауырдың астында өтіміз тұрады. Ең бірінші асқазанға тамақ түскенде, асқазан 38 градус ыстықта жұмыс жасайды екен. Асқазанға біздер тамақ ішіп отырмыз, қазіргі уақытта фастфудтар көбейіп кетті. Енді любой жерден фастфуд жейміз, не жейміз, енді кішкене нелеріңіз болса айып етпеңіздер. Енді өзімде де бар ондай қарын дегенде ғой енді. Тиіп кетпесін деп жатқаным ғой. Енді бізде енді қарын шығып кетеді деп жатырмыз ғой, ол негізі адамда қарын болмайды екен ғой. Қарын ғана қойларда, малдарда болады, ода күйіс қайдады. Адамда шек болады, иә? Адамның шегі деген сондай бізде білмейміз. Мысалы, мынаның өзі дейтін 7 метр, ар жағында тағы 4 метр, сол 10 метрге дейін барып қалады екен, 10 метр ыңғайда бір ойда да. Соның бәрі былай жиырыстырып, Аллах тағала сондай қылып жаратқан ғой бізді. Енді ол былайынан тұрғаннан кейін, оның ішінде кіртіштері бар да. Сол 38 градус ыстықта жұмыс жасап тұрған асқазанға біздер фастфуд жеп отырамыз да, кейде салқын су ішеміз, салқын кола ішеміз, пепси ішеміз үстіне да. Сөздің ішіне керек енді. Сөйтіп ішеміз енді. Ол мысалы душқа я бір салқын суға түскенде адам баласы бір тыртысып қалады да. Сол сияқты асқазанға салқын нәрсе түскенде тыртысып қалады екен. Біздер фастфуд ыстық тамақты жеп отырып салқын су ішетін болсақ, асқазан бір жұмыс жасамай қалады екен. Асқазан жұмыс жасамай қалғаннан кейін үстіне тамақты лақтыра береміз де, тамақтар қорытылмайды екен. Қорытылмайды да, сосын тіреліп қалады ғой кейде, тойнап жатқанда тіреліп қалады да, содан кейін аламыз да коланы айдап жүреміз. Кола газированный, мысалы газированный коланы жартылай болып тұрғанда, жұмсақ болып тұрады, шақырғанда тырсып кетеді ғой. Осы сияқты коланы ішіп жібергеннен кейін асқазанда ұрып жібереді деген былайынан. Содан кейін рахаттанып қаламыз ғой, бір қорытып жіберді деп ойлаймыз да, ол қорытқан жоқ. Алтта оның бәрін алып та шекке тасып жібереді екен. Шекке тасып жібереді, тірідей тамақ тасып жібергеннен кейін шекке тасып жіберген, мына шегіміз 7 метр дедік қой. Еще ол былай жиырылған, оның ішінде бағанағы нелері бар, әрбір тамақ түйіршіктері бар. Соның ішіне түскеннен кейін ол тамақ не істейді, қорытылмағаннан кейін ішке барып шірейді екен. Ішке шірігеннен кейін неше түрлі инфекциялар адам бойына тарайды екен. Бауырға тарайды, анда тарайды, ұйқы бәріне тарағаннан кейін адамның бойына, тұла бойына түйілдей бағанағы инфекция алып кетеді. Ал инфекция алып кетеді де, сосын неше түрлі тері аурулары шығады. Тері ауруы шығып жатады, дақтар шығып жатады, не шығып жатады, соның бағанағы ең бірінші дұрыс тамақтанбаудан екен. Енді оны көбінесе біздер Сарыағашқа барамыз, кризиномия дейміз.
асқазан тазартамыз, өте тазартып жатамыз дейміз. Оның бәрі сөздің ішіне керек бір уақытша нәрсе. Шекті тітіркену арқылы шек деген нәрселерді шай жүру, бір шлангының ішінен бір ұзын тікесінен тұрса, может ол шай жүру болады дейді. Ол дейтін бұрылаңда отқан 7 метр бір орында тығыздалған. Енді банағыдай қарын жоқ дедік қой, енді бұны қайдан шықты деген уақытта банағы қорытылмаған тамақтар шекті ұлғайтады екен. Өзі кішкентай мынандай шекті мынандай қылып өсіреді екен. Сол уақытта мыналарда тұрған шектердің бәрі мынандай өскеннен кейін қарын өседі екен. Өзі қарын өскеннен кейін органдардың бәрін басады екен. Мынаның неге бауырды бір қарай қыстырады, мынаны былай қыстырады, ол үшін бәрін сыймайды ғой мына ішіне. Сол Аллах Тағала жаратқаны былай бәрі орнымен ғой енді. Біздер төмен қарай жүретін болса, ол бәрі салбырап тұрады. Біз тікесін жүргесін бәрі қысылады да. Енді соны біздің осы компаниядан, Құрылғылықтың компаниясынан Гүлдәрия кіргеннен кейін осы антипаразитарный детоксты үйге әкеліп, өзі ішейін деп әкелді негізі. Осы менде жағаласың, антипаразитарный дегесін, мен паразиттар дегесін. Өзім оқып жүрмін, интернетте істеп жүрмін, мен тұлау еліне бір паразиттар алып кеткен сөздің ішіне келгенде. Соны осыны ең бірінші осы қаралмайын суын іштім. Қаралмайын суын іштім. Адам ағзасында химиялық банағы жүйемен айтқанда адам ағзасында 70 мысалы адам ағзасында банағы микроэлементтер, нелер макро, микро, макро. Мен мысалы мына қаралмайында Гүлдәриядан микро, макро бар дейді ғой, ол адамның ішінде бар екен, өзінің организмімізде бар екен ол дейді. Сол адам организмдегі банағы микро, макро элементтер азайғаннан кейін, банағы салқын су ішеміз, салқындық ішке түскеннен кейін олар әлсірейді. Олар әлсірегеннен кейін өзі адамда банағыда әлсіздік пайда болады, әрбір органдар әртүрлі жұмыс жасай бастайды екен банағы. Мысалы бауырымыз, өтіміз, асқазанымыз әртүрлі. Соған бізде Қарақұлық компаниясында осындай қаралмайын деген керемет өнім бар. Бұл Япониядан шығады. Японский өнім. Бұл судың астында, теңіздің астында өсетін, мына қаралмайын деген шөп, ол дейтін жылына 1 мм, 2 мм өсетін шөп бұл дейтін. Мысалы біздің талдарымыз түйіседі ғой, ондай түйіспейді бұл дейтін. Аз қой, үлкен уақытта өседі. Бұның бойында мысалы 1 мг күміс бар, аскорбин кислота бар. Аскорбин кислота витамин С-да, ол бізге өте керекті ең С. Біздің тісімізді жеусаларымыз сып жатыр, оның иммунитет көтеру үшін витамин С керек. Қаралмайының ішінде әртүрлі витаминдер бар. Қаралмайында минералдар бар. Кальций, магний, фтор сияқты минералдар көпті, еще оның үстінде 70-тен астам микро, макро элементтер бар. Өте пайдалы. Енді бұны осы жерде эксперимент жасап кетейін, новый нашай беремін. Эксперимент жасап кетейін. Енді мен осы жерде тассай суын алып келдім. Тассай суы, бұны дүкенесін қазылмаған. Тассай суын алып келдім. Бұл тассай суы адамға ішіндегі бүткіл, мысалы суда, ішінде қазіргі жайықтың суы біз дейтін Оралдан келіп жатыр да, Орал су басып кетті, аржағында Россиядан су басып кетті, қаншама канализацияны шайып кетті, қаншама септиктерді шайып кетті де, қаншама құдай білсін, моргтағы септиктерді шайып кетуі мүмкін ғой. Оның бәрі ақан соқпай келгенде Атырауға келеді. Атырау деген арғы теңіз ғой, аржағында өзі ауыл жоқ қой, прям ең последний біздер ғой, соны қабылдайтын енді. Енді бізде барынша хлормен тасалап жатыр, не істеп жатыр, соның өзінде де енді бактериялар кетеді, бәрі жоқ дегенде кетеді, оның бактерияны дейтін станоктың ішінде отқанда тазаламайды хлордың өзі. Мысалы мынаның ішінде күміс бар деді де, бұл күміс деген бактериялар өлтіреді. Бұрынғы кезде, мысалы 18-шы 17-ші ғасырларда ма, көбіне, мысалы тарихтарда көбіне байқайтын болса, графиндердің күмістен жасалған. Бұл күмістен жасалған неге? Күмістің ішіне су құйып береді де, кешке таңертең ішеді. Мысалы ол ауқатты адамдар солай жасағанда, ол неге өйтеді деген болса, оның ішіндегі бүткіл бактерияларды өлтіріп тастайды екен ол дейді. Күміс деген. Сондықтан бұның ішіне күміс салған. Өте пайдалы да. Енді бұны тексереміз. Бұл тассай судың ішіндегі бүткіл минералы бар, бүткіл паразиты бар, бәрін полностью бір сүзіп тастаған ғой. Бұл мертвый, өлім. Бұны қалай тексереміз екен? Бұны ішінде тірі су болатын болса, бұдан тоқ өтеді, мынандай экспериментальный лампочкамыз бар, тоқ жанады. Енді
кранттың суына салатын болсақ, бұл лампочка жанады. Неге дейтін болсаң, кранттың суының ішінде паразиті де бар, кальций да бар, магний да бар, хлор да бар, бәрі оптым келеді да. Енді бұл жерде мен эксперимент жасайын. Бұл тастай суына салатын болсақ, өлі су, бұның бойында ешқандай бағанағыдай кальций, магний, фтор деген сияқты ештеңе жоқ бұның бойында. Минерал ештеңе жоқ та, адамға күш беретіндей дым да жоқ. Енді осы жерде оған қаралмайын саламыз. Қаралмайын салып отырған себебім, қаралмайының бойында бағанағы минералдар бар да, кальций бар, оның бәрі осының ішіне түскенде бізге бойымызға энергия береді. Неше түрлі бағанағы витаминдер бар бойында, витамин С бар, күмісіміз бар. Енді осының ойына не кіретін болса, мына ненің енді әр не істеу болады әлде де судың бойына. Неге бұл жанды лампочканы жанды? Бұл суға, мертвый өлі суға біздің қаралмай істеді тіртті, бойына бүткіл витамин де берді, кальций де берді, магний де берді, фтор бәрін берді бізге организмімізге өте пайдалы керек, ең керегі осы қаралмайынан кейін енді біздер организмімізді тазалау үшін бағанағыдай ұзын сүйектерімізді тазалау үшін бізге бір күн уақыт кетпейді оған. Бағанағыдай компанияның өзінің зерттеген осыны үлкен ғалымдармен ақылдаса отырып осындай продукцияны бізге ұсынып отырған Коровкалық компаниясына көп рахметімді айтамын. Бұл жерде 90 күндік тазару, бұл жерде детокс плюсіміз бар, бұл жерде порошок бар, бұл жерде сосын қалавады бар. Бұл жерде детокс плюспен біздер организміміздің бәрін әлсіреп отырған организміміздің бәрін бұл жерде детокс плюстің ішінде өзінде қаралмайн бар, пентаган бар, бұл жерде H-петротымыз бар, сосын бұл жерде ассимилятор бар. В общем, бұл жерде комплекс бар ішінде. Асқазанымыз дұрыс болса, асқазанымыздағы ішіндегі тамақты ертіп береді, бұл жердегі қанымызды сұйытып береді, бұл жердегі пентаграмымызды суға қосып езетін болсақ, мынаның ішінде қаншама витаминдер бар да, витамин С бар, не бар. 30 күн бойы осыны ішіп болғаннан кейін, екінші этабы бұл жерде порошок паразиттеріміздің бәрін, іштегі паразиттер бар ғой, бағанағы тұла бойымызға жайып кеткен паразиттер. Біз ішімізде не болып жатқанын білмейміз ғой. Мысалы, біздер мен кейде айтамын да, машинамызға бізде бензин құямыз ғой. Машинамызға бензин құйғанда қай жерде бензин жақсы, соны құямыз. Мысалы, гелюстен құяды біреу бензин жақсы. Біреулер гелюстен 7 құяды да. Мысалы, мен айтамын да, оған неге сәлеп құйып жүрмейсің дейді, я топырақ неге құйып жүрмейсің дейді. Ол бұзылып қалады да, ол машина бұзылып қалады. Бірақ ол сонда да ол темір болса да оны айымыз да оны дейтін. Темір болса да оны айымыз оны дейтін. Уход жасаймыз, майын ауыстырамыз, сөйтеміз да. Біз өзімізге келгенде, соның ішіне келгенде, сөздің ішіне келгенде, бірақ сіздерге айтып отқан жоқпын, өзіме де айтып отқан дейінші, мысалы, кейде қоланы айдап жібереміз ғой кейде, қоланы басып жібереміз, асық, ішімізде, өзімізге уход жасамаймыз да, сөздің ішіне келгенде. Темірге жасаймыз да, машинаға, темірге жасаймыз да, оны сатып жібереміз біреуге, сөйтіп басқасын ойын аламыз дегенде. Бірақ өзімізге келгенде, өзіміз денсаулығымызға келгенде, мысалы, денсаулық дейміз ғой, бірақ өзіме қарайын ғой. Мынаның ішінде не болып жатыр, білмеймін ғой, мынаның ішінде кетіп жатыр, мынау қалай жұмыс жасап жатыр, мынаның жағдайы не болып жатыр да, мына жерде бауыр қалай болып жатыр, вообще хабарым жоқ та, просто сыртынан киініп аламыз, аппақ болып, жұрттар ойлайды, ой, денсаулығың арманы бар, басып жібереміз, оны ешкім қарап жатқан жоқ та. Сондықтан бұл компанияға келгеннен кейін бұл тауарларды өзім ішіп көрейін деп, бірінші осыны ішіп, әрбір тауарды өзім қолданып жатырмын. Өзің ішіп қолданып результатын көргеннен кейін адамдарға жақсы айтасың ғой өзіңге, от души айтасың да, көзіңде отың жанады. Ол бағанағыдай искусственно айта алмайсың ғой, бәрі көріп тұрады да. Енді бұл порошок бағанағыдай
кеше неден чаттан келіп жатты да бір қыз ішінде жылап түскен. Бағана неге группаларға жіберіп жатырмын ғой. Сол қыз рас па не жатқан ішінен шығып жатқан жоқ маған. Айтамын енді ішіндегі бәлемей жиналып қалған қақтар ғой деймін да анау дейді. Біз білмейміз ғой ішімізде шектің бойында қаншама қақ жиналып жатыр ғой. Шайнектің ішінде де қайнататын болсам бір күнде қаншама қақ жиналып жатыр да. Біздің бауырымыз деген бәрі сүзіп беріп жатыр ғой мысалы. Сүзіп жатыр қаншама ол дейтін ол фильтр емес қой да мысалы дейді. Мысалы қымбат фильтрлер бар ғой мысалы мына тастай сүзіп тастайтындай ғой. Біздің бауырымызды осылай сүзіп бүткізіп жатыр мысалы қоланы ішетін болсақ неге дәретті кола шықпайды да. Қоланың бүткіл красителін сүзіп алды да ол. Дәретіміз басқа цветпен шығып жатыр ғой мысалы кола ол шығу керек қой мысалы да басқа да. Иә. Сондықтан кішкене денсаулыққа қарап дегендей ғой енді сіздермен мен де біргемін енді сөздің шыны керек. Иә. Правильно, мен өзімнің отзывымды айта кетейін. Иә, өзімнің отзывымды айтатын болсам, менде 10 жылдан астам сол псориазбен ауырдым. Неше түрлі Россияға да бардық, Сарыағашқа да бардық, Ақтауға да бардым, Астраханға да бардық, Москваға да анализ жібердік, мына Алмагүлге де анализ тапсырдық, Open клиникке де бардық, Кожниға да жатып шықтық. Ешқандай результат болған жоқ та. Баттарды іштім, 450 мыңға бір алып, тағы да сетеулерден $750 тағы алдық. Одан кейін тағы да 200-ге, 300-ге тағы да алдық. В общем, бірталай ақша кетті да. Бірақ анағыдай үстің қышуы басылмайды да, олар кетпейді енді, настроение жоқ қой енді. Отзывтарды қараймын, ана нормально, анаған жабысам, мынаған жабысам. Ең соңында сенуден қалдым да. Сол ана Гүлдері осыны алып келгеннен кейін, осыны мен ішіп жүргенін көріп қалды да. Маған айтады, осы бір ала қойып едім, мә іш жақсы, ішші деп. Мен кішкене нормальным ғой, сен аңырады. Осыны алып ішіп бастадым, ішіп бастағаннан кейін ең бірінші үстіндегі қышуы басып қалды. Қышуы басып қалды, содан кейін мынаның бәрі қабыршақтан түсе бастады да. Мынаны ішіп тақансам болып бітірдім. Ең басында мынаны мен түсінбей, мынаны деген пентагонды деген бүтіндей жұтып жүрдім ғой. Бүтіндей жұтамын да үстін су ішіп мынандай қол апарып Тығылып ішіп жүрдіңіз кеше. Білмеймін оны суға сосын мен бір күн шығасың мынаны суға ішіп ішесің бе дейді. Суға ішіп іше ма білмеймін оны. Ең ішіндегі бағанағы қышуы нені басатын жер осы ғой да көлем. Иә, осы көп көмектескен маған. Көмектескен. Мынаны көп жатарда ішпей сеніп кетесің дегеннен көрсін. Осы маған көп көмектесетін осы. Сосын мына ассимилятор тамақтан кейінгі осы вообще күшті. Негізі қалай дұрыс тамақтану, ең бірінші дұрыс тамақтанудан ғой енді. Отзывын бітірсең. Содан үстін бәрі қышу басылып, сосын Ақтоты, офисінде авангардта болғанда тоже бір інісі псориазбен ауырады да. Ол да тоже қышу басылған. Содан досымның қасына жұмысқа кіремін, Үстава, осы жақында, қыста. Ол тыңдамайды да, галила ішеді, ананы ішеді, мынаны ішеді. Сосын бір күні әлсіредім деген. Өзі әлсірегенде енді жұмысқа таңертең келемін, бүлдірем даже 3-4 күнде бір көрем ба, көрмеймін, түнімен жұмыс жасаймыз. Газ баллон отырамыз да машинаға, түнімен жұмыс жасаймыз. Содан өзі шаршадым ол горело ішеді постоянно. Сосын 5 жерінде горелоның алдында бір күн іштім ғой. Алып да үстім бәрі құтып кетті ғой, үстім бәрі қайтып. Құтып қышып дедім, укол алып несем, сосын бір айтайын, укол алайын, больницаға барайын десем, больница маған неде страховкам жоқ. Маған 50 теңге страховка төле дейді. Содан кейін барып, саған назначение беремін дейді. Сосын өдер айтам, үкіметке береміз бе деді, сатып қарынға жібереміз бе деймін ғой. Осы соңғы рет алып беремін. Соңғы рет алып беремін енді. Өзің өзің жасап отырсың ғой, өзіңе қасамдық өзің жасап отырсың ғой, неге жесің дегендей. Ұрысып тым қоймадым. Сосын алдым да. Енді ана уақыт жоқ та жұмыста шу. Осының жартысын іштім. Өзі бітуіне жақын қалды, жартысын ішкеннен кейін бана үстінде қышу қайтып басып қалды да. Содан кейін өзі арасында краситель ішіп қоямыз ғой енді. Сөзін іші керек. Шашек мен шөптің тепсиге кетіп барды. Бұл уақытта құттай қышып отыратын болса, осыны алғанда мынаған ей жіберемін. Анағанда екінші не бар, шекер бар. Соған ей жібереді де жыл сумен ішіп алады. Негізі тамақтану, дұрыс тамақтану дегенде біздер мысалы ойлаймыз ғой. Ақтау, диета, ұстайтын. Негізі
адам дұрыс тамақтанатын болса өзінің бағанағы нормасы қайтып келеді екен өз-өзіне. Өзінің салмағы бойына сай өзінің салмағы дұрыс келеді екен. Біздер негізі жылы су дейді, комнатный температура болғанда 10 градустай болу керек дейді. Негізі тамақтан бұрын жарты сағат бұрын ішіп алған жақсы дейді. Содан кейін тамақ ішіп алғаннан кейін, содан кейін бар бағанағы бір сағат жарымдан кейін дейді салқын сулар. Неге дейтін болсаң, асқазан деген сағат жарымда ол дейтін жұмыс жасайды екен. Асқазан жердегі жұмыс жасайды да, ол бүткіл тамақты блендерден өткізген сияқты уатады екен адам. Уатып, шикке жіберу керек. Шиктің бойына мынандай қатты нәрселер кетпеу керек. Мысалы біздер нанды бір-екі істейміздер, майды жағымызда асықсыз тамақ жеп аламыз ғой. Ол бүтіндей түседі де анда деген. Асқазан уатып үлгере алмайды ана. Көп уақыт керек ана. Сосын шөлдеп бара жатқанымызда салқын суды ішіп жібереміз. Анау қорытып жұмыс жасап жатқан жерге асқазанға салқын су түскеннен кейін болды екен асқазан. Жұмыс соң тоқтап қалады да, бағанағыдай қорытылмаған тамақтарына шекке лақтырып жібереді. Шектің бойында тамақты бағанағы шіріп, сол инфекция содан таралады екен. Сосын мына салқын суды енді ішуге енді бағанағы қатты салқын су ішу болмайды екен ғой. Мысалы адамның біздің бойымыздағы бағанағы қарайтын болсақ, тамыр екен ғой былайына да. Біз білмейміз ғой сырт көздер. Мысалы интернеттен қарайсың ғой, аяқтан бастап басымызға дейін, қолымызға дейін бәрін былай қарайтын болсақ, осы тамыр қатты болып былайына. Ана тамыр неше метр екен анау. Кішкентай бар, үлкені бар. Сол бізде салқын суды көп ішіп бергенде тамырларға салқын тиеді екен ғой. Тамырларға салқын тигеннен кейін бұл ең бірінші адамның ең бірінші қажетті тамыры кіндіктен салқын тиеді, сегізден салқын тиеді, көкіректен салқын тиеді, сосын тобықтан салқын тиеді екен. Сол жердегі тамырлар әлсіздер ең бірінші салқын тиетін тамырлар. Енді изучать етіп жатырмын, енді кеше соңғы бағанағы медиктердің кішкентай балдар, мына студенттерге беріп жатқан ютубта сабақтары бар. Сол сабақтардан қарап отырғанда мен таңғалғаным, адамның бойында микро-макро элементтер бар дегенге сол сабақ беріп отыр ғой. Микро-макро элементтер бар дегенге мен таңғалдым. Сол микро-макро элементтерге салқын тигеннен кейін, олар әлсірегеннен кейін болды екен. Содан кейін органдардың бәрі жұмыс жасамау басталады екен. Содан кейін әлсіреу басталады, почкаң басталады, дұрыс жұмыс, бауыр жұмыс жасамайды, сол үстіне ұлғая береді екен. Оның жету үшін мысалы витамин С-ны адам күнде 250 грамм витамин С қабылдау керек дейді. Бұл витамин С-ны 250 грамм қабылдау үшін 3-4 килограмма алма жеу керек та, мысалға, оны жей алмайды ғой адам деген. Адам оны жей алмайды. Ол тем более ол алма дейтін, бізде қазір дейтін құрт түспейтін алмалар ғой қазір. Силиконный пакетпен келеді да, товарный алмалар. Ол алмалар бізге пайдасы жоқ дейді да, оны жеп жатқан. Біз қыста тем более витаминді жемейміз. Жазда тем более қазіргі Қазақстанға келетін тауарлардың көбі Түркменстан, Өзбекстаннан келеді да, олар маркетинг бірінші келіп сатып жүру керек та бізге. Олар селетраны тығап та бірінші келіп бірінші сатып жүреді бізге. Огурцымыз бар, помидорымыз бар, алмамыз бар, бәрін сатып жүреді. Бізге енді біздің атырауда су басып кетті, егіндердің бәрін су басып кетті. Биыл білмеймін, несін жейміз бе, жемейміз бе. Көбіне селетрамен тығып. Бізде прибор жоқ та, базарға барамыз, сатып аламыз. Біз каждый жерімізде прибор болатын болса, тығып тексеріп аламыз ғой. Ондай жоқ та ешқандай. Біздің суымыз мынау енді. Бізге ең қазір қауіпті, біздің халыққа ең бірінші ескертетініміз мысалы қосары білмеймін енді. Атырау ғой енді судың бетіндегі алып отырғанымыз. Мысалы манағыдай шайып келген судың бәрін бізге тазартып үлгере алмай жатыр да. Соның бәрін, ішінің бәрін, нелерін, вирустардың бәрін өлтіретін мынаның ішіндегі ең бірінші күміс екен. Күміс бүткіл паразиттердің бәрін бізге өлтіріп береді. Тыңдағаныңызға көп рахмет.